Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен вареники дайындайтын боламыз. Мастер-класс оқыған жағдайда да дәл осы рецептпен үйрететін болады. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап кетсеңіз болады. Сізге сөзсіз ұнайды, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен жуамыз бен картошкамызды тазалап жуып аламыз. Картошкамыз тез пісу үшін уақыттап турасаңыз болады. Және де жуамызды да уақыттап турап алатын боламыз. Жуылған картошкаларымызды үстіне су құйып, тұз сеуіп, газымызға пісіретін боламыз. Картошкамыз дайын болғанша тестімізді дайындайтын боламыз. Тестімізға бір жұмыртқа, су және кішкене тұз салып, кішкене қаттылау қамыр елеп аламыз. Қамырымызды елегеннен кейін кішкене 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Тестіміздің жақсы болып шығуы үшін біздің қамырымыздың әбден дұрыс қанған болуы қажет. Сол кезде біздің вареникиларымыз езілмей күшті болып пісетін болады. Тестіміз тынып тұрған уақытта осылай жуамызды әбден сап-сары болғанша қуырып аламыз. Біздің жуамыз осындай қып-қызыл болуы керек. Содан соң қамырымыз иіп тұрған қамырымызды тағы да бір-екі рет қандырып елеп қоямыз. Тағы да кішкене тындырып қоямыз. Содан кейін қамырымызды жаятын боламыз. Жұқалау етіп жайып аламыз. Содан соң дөңгелек формамен барлығын дөңгелектеп алатын боламыз. Содан соң видеодағыдай бүксеңіз болады. Қамырларымызды дөңгелектеп алғаннан кейін осылай күйіп кетпеу үшін бетін орамалмен жауып қоямыз. Біздің оған дейін картошкамыз да пісіп қалады. Дайын картошкамызға банағы қуырып алған жуамызды және құттай сары май, сосын тұз, дәміне қарай дәмдеуіштеріңізді қосып, бұрыш қосып, барлығын дәмін келтіріп аламыз. Содан соң жаңағы дайындап алған қамырымыздың ішіне ортасына салып, вареникиларымызды бүгіп алатын боламыз. Мінекей, осылайша вареникиларымыздың барлығын бүріп аламыз. Дайын қамырды мантаваркаға салып пісіріп аламыз. Маған осылай мантаваркаға салып пісірген ұнайды. Егер өзіңіздің қалауыңыз бойынша суға да пісіріп ұсынсаңыз болады. Мінекей, осылайша біздің вареникиларымыз өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыз, арнама лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Рахмет көп-көп.